Енді қант диабеті бар кісілерге массаж жасай, жаттығуды көрсетейін, е? Бізде бір ғой, былай ғой. Осы жаттығуларды көрсетсек, біз немқұрайлы қараймыз. Немқұрайлы қарамаңыздар, шын нәтиже береді. Міне мен қолымды көрсетейін, өзімді де қолымды. Қолды былай аламыз. Міне, қолды былай аламыз. Ішке қарай бүйтіп жұмамыз. Міне. 50 рет жасаймыз. 50 рет. Міне, бүйтіп жұмылған кезде мына жердегі сіңірлердің бәрі тартылып жатыр. Қатты ішіңіздегі күшіңізді алып шығасыз, е? Енді қараңыздар, мынаны жасадыңыздар ғой, е? Одан қолды ұстап тұрып қайтеміз, тартамыз төменге қарай. Тартамыз. Мына екінші қолымыз былай сәй немнеп тұрады, икеп тұрады, тартамыз. Кеттік. Тарттық қой, е? Енді одан кейінгі жаттығу қайтеміз, мына былай ұстап тұрып ұрамыз. Қант диабеті бар кісілер, ұрамыз. Одан жоғары төмен. Ашпайсыңдар, жоқ, одай мынаны міне жерді қайтеміз, алақанға егеп жоғары тартып түсіреміз. Түсіргенде мынау өздігінен жоғары қарай көтеріледі. Қант диабеті бар кісілер жасаймыз, е? Сақинамды алып қояйыншы. Енді қараңдар. Мынаны 50 рет жасаймыз, төменге қарай тартып тұр. 10 секундтай тұрады екенбіз. Жоғары қарай. Тарт. 10 секунд. Жоғары қарай. Өзгеріс болды ма қолдарыңды? Көтеріп тұрыңдар қолдарыңды. Көтеріп, иықтарын бүйтіп алмаңдар, бүйтіп көтеріп тұрыңдар. Мына жер ашылып тұру керек, е? Ауырады? Болды ғой, е? Одан кейін мына екі жерде. Мына жер мен мына жер. Осы екі жердегі қайтеді екенбіз, басамыз. Айналайын қарағым, алданамай ақ жүзіңді көргенде балығыдым ай, ау керім бұраң белін, күнде жайын, күнде той, жүрген жерім ай. Болды ғой, е? Бұлай ұстаған кезде, бұлай қарай. Ай, көке. Мына жерде х көші деген нүкте бар, е? Міне, көрдік қой, е? Осыны не істейді екенбіз? Осыны көрсеткен бағыт бойынша қайтесіңдер, төменге қарай итересіңдер. Көрсеткен бағыт бойынша төменге қарай итереміз. Қант диабеті бар тәтелер болсын, аталар болсын, апалар болсын, үйде отырып алып, осы жаттығуды күніне 2 мезгіл жасайсыздар. Қай кезде? Таңертең және де кеш. Міне, көрдіңіздер ғой, енді бір жаттығу үйретем. Ол барлық адам жасай беруге болатын жаттығу. Міне. Оны үй жағдайында жасаймыз, е? Аяғын таңертең әсіресе таңертең орындарыңыздан тұрған кезде кімнің қол аяғы жансызданып ұйып тұрады? Қолдарың көтеріңдерші. Таңертең тұрған кезде өздеріңізді біртүрлі дәрменсіз, қолдарыңыз ұйып, біртүрлі тұра алмай, біраз уақыттан кейін барып қайтадан оңшалып кетесіздер. Енді орыннан тұрған кезде қайтеді екенбіз, жатысты дұрыс жатамыз, е? Жатқанды қалай жатасыздар? Қай жақтарыңызбен жатасыздар? Оң жақпен былай жатамыз. Жастығымыз өте биік болмау керек, қалыпты болу керек. Жастық мақтадан жасалған болу керек, құстың немнелерінен жасалмаған болу керек.
Одан кейін ана химиялық талшықтардан жасалмау керек. Таза мақтадан жасалған жастық болу керек, жастық. Өте биік болмау керек. Өте биік болса мойнымызға әжім түсіп кетеді. Одан кейін қайтеді, өте биік болса, мына миға қан жетпей қалады түнде ұйықтаған кезде. Сонымен қайтесіздер, түніменен жақсы түс көрмей шығасыздар. Өте аласа болса да мойын талып қалады. Сол үшін барлығын мына жерге өлшеп жастықтар аласыздар. Одан кейін жатқан кезде, бұлай жатқан кезде, бүйтіп жатқан кезде, мына екі тізе бір-біріне тимеу керек. Сіздер қалай жатасыздар? Тигізіп жатасыздар. Былай жатасыз. Былай жатқанда, мынау астыда, мынау үстіде, Одан кейін арасына жастық қойып алсаңдар тіпті де. Жастық емес, күйеулерінің аяғын қойып алып жатсаңдар тіпті керемет болады.